Сәлем, менің есімім Мақпал Қаратай, менің YouTube арнама қош келдің. Біз бүгін бір керемет техниканы барлығымыз бірге жасайтын боламыз. Мені мұқият тыңдасаң. Бұл техника сенің өміріңе, бұл метод, практика, сенің өміріңе үлкен өзгерістерді, қалауыңды жылдам алып келудің негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады. Дәл қазір дыханиеңа назар аудар. Дыханиеңа назар аудар. Әркімнің өмірінде өзінің бір қалауы бар. Бәлкім біреу күйеуге шыққысы келеді, бәлкім біреу байлыққа жеткісі келеді, бәлкім біреу өмірінде жаңағы белгісіз островқа саяхаттағысы келеді. Маңызды емес. Ең бастысы қайтадан армандауды үйренсең. Өйткені өміріміздің бір кезеңдерінде біз тіршілікке кіріп кеткен кезімізде, бір өмірімізде бір қиындықтарды жеңуге барынша белшемізден батып кеткен кезде біз ең басты құралымыз армандауды жоғалтып аламыз. Сондықтан, Жанбота, мен сені қайтадан армандауға шақырам. Дәл қазір дыханиеңа назар аударда, өзіңнің қалауыңды тауып ал. Көп жағдайда адамдардың ішкі жан дүниесінде система убеждений, яғни адамдардың убеждениесінде ол қалауға мен лайықты емеспін деген программа тұрады. Сондықтан адамдар армандауға қорқады, және бұндай программа тұрған адамдарға мен лайықты емеспін ғой ондай зәулім үйге, мен лайықты емеспін ғой ондай жақсы карьераға деген өзінің ішінде қорқыныш тұрған кезде адамдар өздерінің қалауларын айтуға да қысылады. Даже оны сіз біреуге айтпай-ақ та қойыңыз, өзгеге айтуға да қысылып, ыңғайсызданып, өзінің қалауын өзінің ішіне жасырады. Сондықтан, Жанбота, қазір қысылмай, шын мәнінде нені қалайсың? Байлық па, бақыт па, саяхат па, карьера ма, тұрмысқа шығу ма, жоғары қарай шығарсаң. Яғни, мен саған қазір дұрыс армандауды, қалауыңды өміріңе шақыруды үйретем. Ол үшін күшті бір сіздермен техникамен, құпия техникамен бөліскелі отырмын. Дәл қазір дыханиеңа назар аудар. Дыханиеңа назар аудар. Көзіңді жұма қой. Көзіңді жұм, денеңді барынша босат. Арқаңды босат, денеңді босат. Өмірдің, тіршіліктің қиындықтарын бір сәтке артқа қалдыр. Просто өзіңе, өзіңнің қалауыңа, армандаған өміріңе уақыт бер. Денеңді толық босат, босат, босат. Енді көзіңді жұмып тұр да, как будто сенің көзіңнің жұмылған күйінде тағы да көзіңді жұм, ішінде тұрып. Тағы да жұм. Сенің ішкі воображениеңде, ішкі әлеміңде көзіңді тағы да жұмып жатсың. Көзіңді жұмған сайын, денеңді толық босат. Тағы да жұм көзіңді. Ішкі кеңістігіңде жұмып жатсың. Сен өзіңнің көзіңді давно жұмып қойғасын, ішкі кеңістігіңде тағы да жұм. Денеңді босат. Босат. Енді жоғарғы жақтан қызыл сәулені, луч спетті қызыл сәулені арқаңнан төмен қарай өткіз. Жерге сіңіп жатыр қызыл сәуле. Қып-қызыл ұзын сәуле сенің басыңнан өтіп, төмен қарай өтуде. Енді төменгі жақтан сары түстес, алтын түстес сәуле жоғары қарай көтерілуде. Қызыл сәуле төмен кетуде, сары түсті сәуле жоғары қарай көтерілуде. Денеңді босатуды ұмытпа, Жанбота. Екі сәуле бір-біріне қарама-қарсы жүруде. Денеңді толық босат. Енді тура көз алдыңда дәу экран елестетсең. Бәлкім ол экран кинотеатрдың экраны болуы мүмкін, бәлкім телевизор болуы мүмкін. Көз алдыңда жұмылған күйінде экран елестет. Сол экрандағы жаңағы бейнелерді анық көре баста. Қандай бейнелер бар экранда? Енді сенің армандаған өмірің сол экранда көрсетілуде.
Бәлкім экранда сен өзіңнің зәулім үйіңнің ішіндесің. Бәлкім бір қалаған көлігіңмен тұрсын, яғни өзіңнің ғажап өміріңді экранда елестет. Кәдімгідей көз алдыңда сол картина өтуде экранда. Елестет, жақсылап көр экраннан. Қорықпа, өт, көр. Бәлкім бір саяхатта жүрсін Мальдив аралдарында. Бәлкім жаңағы өзіңнің карьераңмен өстің. Ең бастысы экраннан өзің қалаған өміріңді көре қой. Енді сол экранды алтын түстес шарға айналдыр. Тура көз алдыңдағы экранды алтын түстес шарға айналдыр да, сол шарды кішірейтіп әкеліп өзіңнің жүрегіңе құйып жібер. Енді бүкіл сенің армандаған өмірің алтын түстес болып денеңе таралуда. Аяғыңның басына, қолыңа, басыңа, бүкіл денеңе қарай даруда. Кәдімгідей жібер бойыңа. Рахаттан, қуаныш сезімін сезін, шаттық сезін, бәлкім мақтаныш сезімі. Ең бастысы позитивті сезімдерді бойыңа сезіне қой. Кәдімгідей алтын түстес сенің арманың полностью сенің бойыңа қарай ақырын таралуда. Енді жүрегіңді екі қолыңмен ұста да, арманың орындалған сияқты сезіммен алғыс айта қой. Алғыс айтам. Жанбота, дәл қазір көзіңді аша қой. Бұл арманды өміріңе шақыратын қарапайым техникалардың бірі. Даже простой осы техниканың өзінен сенің бойыңа ғажап күй дарылды. Яғни сен өзіңнің армандаған өміріңді өзіңнің денеңе қарай жазу үстіндесің. Әдетте біз өзіміздің өмірімізге жаңа қым-қуат тіршілікке кіріп кеткенде, болмаса басқа да қарбалас дүниелерге кіріп кеткенде, осылай армандауды, оның денемізге жазуды ұмыт қалдыра береміз. Егер сен дұрыс армандауды меңгергің келсе, осы қарапайым техникаларды ғажап музыкамен, ғажап обстановкада өткергің келсе, 22-23 сәуір күндері мен квант медитациясы деген тегін сабақ өткізетін болам. Ол сабаққа қатысу үшін төменде WhatsApp нөмірі бар. Сол нөмірге байланысқа шықсаң, немесе сілтеме бар. Сілтеме арқылы сен тегін чатқа тіркеле аласың. Сабаққа қатысатын адамдардың барлығына мен өзімнің идеалды күн атты медитациямды тегін сыйға берем. Сол медитацияны ұйқыдан тұрғаннан кейін, ол небәрі сенің 25 минут уақытыңды алады. Сол 25 минутта сен өзіңнің кәдімгідей полностью тәніңді, санаңды перепрограммировать ете аласың. Біз үнемі қарбаласта, ойдың ішінде өмір сүріп жүрген кезімізде өзімізге армандауға, жарқын сезімдерді сезінуге уақыт бермейміз. Сондықтан Жанбота осы 2 күнді өзіңе арнап, кешкісін сағат 8-де болатын сабағымызға қатысып, тегін дәрістерді тыңдасаң. Дәл осы техниканы біз сол сабақта, дәл осыған ұқсас техникаларды біз сол дәрісте жасайтын боламыз. Мен сені күтем, төменде байланыс нөмірі бар.